Парасат пайымы бөлімнен шаштан әңгімесінің көркемдік ерекшелігі. Бүгін сабағымыздың тақырыбы осы. Сабақтың мақсаты шығармадағы көркемдегіш құралдардың орны мен қызметіне талдау. Бағалау критерийі. Поэмадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын анықтаймыз. Білдіретін мәнін ашу арқылы образ сомдау ерекшелігін талдаймыз. Автор идеясын жеткізудегі қызметін анықтап баға береміз. Осы кейіпкерлердің образын жалпы көркемдегіш құралдарды анықтау үшін біз зерттеу және тұжырым әдісін аламыз. Осы әдіс бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Кітап дәптерімізді ашып, бірінші қатардың тапсырмасы. Сынып екі бөлініп, мінекей. Зерттеу нысаны сендердікі. Тасқұл мінезін сипаттайтын көркем сөздер және оның образ алудағы білдіретін мәнін талдайсыңдар. Шағын жоба жұмысының талдау реті астында тұр. Ал екінші қатар, яғни екінші топ, зерттеу нысаны сезіммен мен көңіл күйін сипаттайтын көркем сөздер және оның образ ашылудағы білдіретін мәнін талдайсыңдар. Жұмысымызға кірісейік. Тапсырмасы астында тақтада тұр, қараймыз. Жұмысқа уақытысы 3 минут. Уақыт аяқталды. Зерттеу және тұжырым. Шығармадан алған көркемдегіш сөздерімізді, зерттеп тапқан сөздерімізді оқимыз да, артынан тура мағынасын және соңғы түйінді тұжырымымызды айтамыз. Кәнекей, қолымызды көтерейік, жылдам. Кім дайын? Нұрай айтады. Тасқұлдың портреті. Көп жылдар бойы құл болып келгендіктен әбіржіп жасаған шал. Тұжырым. Құл болған адам елін сүйгіш, рухы мықты шал болған. Құл болған адам емес, құл болса да, сөйлемді осылай келтіруіміз керек. Дұрыс екен. Кән тағы оқиды. Ақжүніс. Аққу мойынтық сирақ, бойы биік, аяғын қас басқан ерен Бекзат Жанова. Бұл эпитет тура мағынасы жылқының сұлулығын бейнелеп тұр. Тұжырым нағыз қазақ жігіті мінетін тұлға. Жақсы. Yes. Тасқұлдың іс-әрекеті Кенжебектің қашып кетуіне көмектескен. Тұжырым Тасқұл жас баланың құлдықта болғанын қаламаған, демек ол әділдікті ту еткен. Мінездеме, жақсы. Тағы да тоты. Кенжебек ат құлағында ойнап өскен қыр баласы, бұл тұрақты тіркес, тура мағынасы атқа өте керемет мінезін, жақсы шабатын шабандоз. Тұжырым Кенжебек жүректі, батыл, мойнына ауыртпалық түссе жасымайтын жігіт. Жақсы. Келесі. Ерболат. Құйрық жалын өсердей, желдей ескен. Бұл жерде аттың өте шабандоз екенін айтып, тура мағынасы. Құйрық жалы өте әдемі. Тұжырым ерғанаты. Ерғанаты ат, жақсы. Фатима ма? Сайтасындай ірі, соң білекті азамат. Бұл жерде сайтасындай дегеніміз теңеу, ал соң білекті дегеніміз эпитет. Тура мағынасы түр тұлғасы ірі, бойшаң, нағыз азамат. Ал тұжырым, яғни теке түрікмен батырлары олар денелі, түр тұлғасы ірі, нағыз батыр болған. Тұлғасы келіскен жігіттер екен, жақсы. Альмира. Ормандай арыстан теңеу. Оның тура мағынасы жүректе мықты деген мағынаны білдіреді. Тұжырым. Тасқұлға жас баланың құлдығына құлдық болған қалаған жоқ, яғни ол адал жүректі әділ жан. Жақсы. Кәнекей, Назерке. Тасқұлдың мінез құлқы, өр мінезді, рухы мықты, жомарт, елін сүйген, елдің болашағын ойлайды. Тұжырым. Тасқұл жылғышының адамгершілігі, оның жоғары қасиеті
бұл қасиет адамды мейірімділікке, отан, елін, отбасын сүюге үйретеді. Жақсы екен. Олжас. Асынан өнген тегдар тұяқты жарғылар. Тура мағынасы тұяғы тасқа мүжілмеген өте қатты. Тұжырым ер қанаты тұлпар. Ер қанаты тұлпар дейді. Сонымен біз сабағымызда зерттеу және тұжырым деген әдісті қолданды. Көркемдегіш құралдарды таптық. Біздің дескрипторымыз кейіпкер сипатын ашатын аспектілерді анықтадық. Мәтіннен теріп жаздық. Кейіпкер сипатын танытатын көркемдік қолданысты таңдап алып, талдау жүргіздік. Сөздердің білдіретін тура мағынасын анықтадық және түйінді ойды да анықтадық. Сонымен бұл әдісіміз зерттеу және тұжырым деп аталады.